переезжают целыми аулами. И если говорить о лидерах, вот те, кто приезжает в Алматы, они не являются никакими там лидерами. У них есть свои неформальные лидеры, которые они вместе приехали с Каракалпакии, а остальные просто наши вот политики на фоне просто появляются для того, чтобы показать, что они с народом. У них абсолютно свои требования. У них действительно требования экономического характера. В своих странах они привыкли, кто жил в Туркмении. Поверьте, они там были, ну, будем так говорить, на вторых ролях. С Каракалпаки на вторых ролях. Мынау енді Бәли Қашағанның 80-ге келген шағында Ізбас деген аздап ақыншылығы бар шығаратын ақын сымақтау кісі бар екен. Сол Ізбас қарап жүрмей Қашекеңнің сыртынан бір күні әңгіме айтыпты. Қашаған деп алдағандай қыласыңдар, арғатасы қалпақ деп кеміткен екен дейді. Сонда мынау Қашекеңнің ел аузы естілмей тұра ма, ел құлағы елу деген бір күні Қашекеңнің құлағына тиіп, сол әңгімесі. Бір мерекеде кездесіп қалып Ізбасқа Қашекең бұлай деп атқан жер екен дейді. Өзімнің атым Қашаған, өмірім 80 жасаған. Адай түгілі ялшынғы ялкіш едім ғой қашаннан. Осы күні болғанды жас 80-ге толғанды. Мына сатудан келген Ізбас құлы қосталып бұдау біздерге жас жеткен шалғойды буындарау босаған. 80-ге жасым келсе де әлі сені көрмеймін шыбында шіркей масадан. Жас жеткен шалғойды буындары босаған. Осы айтқан сөзің бұрыспа, өтірік бұрыспа. Сөз тыңдаған басадым, естілді бәдік білшілің молда менен жыршының. Соңымнан қалмай сөз айтып кемітем деп қой қыршыдың. Саттығылмен маған тигенің айырмаспастан қырсың. Маған тейзеңіз басыл көлдей білер шырағым көздей тесік жыртың. Жел қаяқ маған қонды деп өзіңді өзің мақтайсың. Қанша мақтап айтқа мен аушырдан да тиын таппайсың. Жұрт күлсін деп айтамын, одан да басқа сен қолған айт аузыңның мына тыртығын. Менің де сөзім саралтын, сенің де сөзің қоламыз. Өтірік десе береліға варасына сынсының. Кәрлігім жеткен білгенде мен жеделі өрен жүріп күні. Қосылғанмын талай дүбірге, мен тоқтамай кеткен шешемін ауына тазға шынбай тама ізімге. Осы күні болғандан ұяттылар Ізбас құл таласқан бізге білімге. Сен бірде қарға мен сұңқар тартасын жаза түбінде. Саған қонған жел қайық, мына жел қайық емес жыртайық. Мен өрден күлген парақот, сен теңізде жүрген бір қайық. Үстіңді басан батарсын да, су түбінде солып жатарсын. Болады саған сол айғау, сол аяқтан туған мәліғынны. Қашекеңнің көрнің бай Абрайын сондан алуынны. Мәлгіннен туған албасты, Құдай жағын қылыпты ғой албасты менен Ізбастай. Оның баласау зияндас болсаң да шарсын зияндастан туған бәдікті. Олайда болса жігіттер, Ізбас құлдыңна ермеге. Мені Ізбас жеңеттеме. Сас құлдар емісін Қашағанмын қоямам нау шеңгелі.
Жарандар misal aytayın şimşek degen құс болар. Далада тұрып шақырсаң ай денесі тұрған құс болар. Қасиетсіз қалған құсқарға құс болар. Ауырайын жеткізген адам шыққан айса ерзаңға жем болар. Шашадайден шам құс бұлда тұрар есіріп. Бұның тек апарлың қарасаң, түнде жатқаннан аяғын аспанға жетіремді жоқар зузар көсіліп. Жапалақ деген құс болар, кесірке шаналғанда отыра деген далада бар білімге жетіліп. Қалжың айтып жүрдеуге, құрбы құрдас тең емес нағашиен қайын жүр күйеулі шатақ мен емес. Менде кеткен балың жоқ, кетіп те жүрген арың жоқ. Кетіп жүрдеуге ереге 80-де қарт адам. Жайына қарап жүргендің ау еткені мұнша керемеш. 80-де қарты қорыстан өзің менен зорыстан құдай мысалар ұзаққа. Сенің ұшқының кетер ұзаққа. Мені мазақ еткен шана беймұрзадан басыңды. Айда айда қалмайсың бар базатқа. Yatağıma gitti yelasıp, көрмеген асыл жер асып, жақсыларды көргенде болады едім мен асып. Ізбастық берген зәбірден жүре алмадым жер басып. Пайдада болар асылдан, дүнияда мына оңбайда асылды қорлап басынған. Мен еркен екен ғой ізбас құлатам қалпақ екен деп. Бірақ нағашым қалпақ екен, мен бүкіл алаштан да жасырман. Табылар сөзден дерегін сөзіңе жауап беремін. Сен білесің бе қалпақтың қайдан да шыққан дерегін? Арғатан туған әлестені, Дергатан туған алаштан аят айырып айтқанда, шекараның айырған мен бұлармын ғой адаспан, жайылғаннан туған майқы бар. Ал майқыдан туған шайқы бар, сөз тыңдасаң шайырданы. Қазақ пен қалпақ туыпты мына төмендеген атамнан. Айыр қалпақ атасы, дәулет бекең анасы. Біз солардың ақтығы қарым қазақ баласы. Қалпақтағы мәткерім мұсылманға пір болды. Көкті нұрлар үйілді, 5 уақыт намазына періштелер үйілді, шайтаның жолы тыйылды. Атағылы ішен әулие дүниядан да қайтқанда күннің көзі тұрланып қараңғы өшкен түн болды. 14 ру қалпаққа нағашым мүйтен қан болды. Мүйтен екен атасай, асыл екен қойдан асай. Қараген бір дейтіғын мүйтеннің нашар баласай. Аяғы шон білмә қаштына var жағың ашатаспан, біз соларға болдық нағашай. Қасеттің атам мүйтен өсе қасетсізді қылып сүйкен бе. Сенің айтқан сөздерің келмейді ұсыра икемге. Құл үшінде құлдар ба, құл үшінде сүйкімді. Сен арам деген аржағың білдіріп өсін ау шекіңдің арғатам менің саумырыны. 20 жасқа келгенден арым олда қам болды. Арым олда бай болды, ортаймаған сабасайы. Ізбас деген қумаңдайы. Мен айтқан екен қалпақ деп татардан өзі туғандайы. Татарғанда құлғандай, өтірікқандай, шынғандайы. Алмаған бет көтемде елімде жақсы көп еді. Еліңде жақсы көп едің, қаттай туға ойлаймын боламы деп солардың көңілдер аусынғандайы. Ізбас деген құлыңны не кетпейсің тынымды. Я етпезен қылмай ма ол айтқан мен тіліңді. Ұрын бастың балдары, орынсыз жерге келіп бүгін ұрындай. Ay, 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 ay.